Сәлем достар, сіздермен Назерке Нұрсұлтанқызы. Бүгін менің рецептіммен наурыз көже дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытып кетпеңіздер. Бізге қажетті заттар: ет немесе қазы, күріш, тары, мейіз, гречка және тұз, сүт, сонымен қатар жүгері керек болады. Мен басқа адамдар секілді қамыр қосқанды ұнатпаймын. Негізі жалпы наурыз көже 7 түрлі дәннен және ағарғаннан жасалады. Оңтүстікте ағарған сүт құямыз. Басқа облыстарда құрт, айран құяды деп естігенмін. Етімізді әбден қайнатып пісіріп алғаннан кейін осылай майдалап туралап аламыз да қалған керекті заттарды қосымша салып қайната береміз. Құрамын әркім әрқалай өз қалауынша өзгерте беруге болады. Дәл осы наурыз көже өте тез дайын болады және ыстық кезінде өте сұйық көрінуі мүмкін, бірақ сәл салқындағаннан кейін қою тамаша көженің бірі. Қазымызды турап салып алдық, гречкамызды салып жатырмыз. Мінекей барлық ингредиенттерді алдын ала жуып тазалап аламыз. Тарымыз тез пісетін болғандықтан оны ең соңынан саламыз. Тарымызды салғаннан кейін бір қайнатып аламыз да сүтімізді құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай тамаша түрі, аппетит ашатын тамаша көже болайын деп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тек наурызда ғана жасау міндетті емес қой көжені. Дәмін көру үшін жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мінекей сүтімізді құйдық. Ағымыз мол болсын, тоқшылық заман болсын деп, қыстан аман есен шықтық деп 7 түрлі дәмнен жасалған наурыз көжеміз дайын.